Айбек, осы ұрыға бөлін жайлы не ойлайсың? Міржақып Дулатұлы атамыздың өлеңін оқып жіберейін. Оқы жүр. 300-ге біздің қазақ бөлінеді, осылай шежіре дейін көрінеді. Саны көп, сапасы жоқ, хәмеден бос, ғылымға мойынсұнбай ерінеді. Шет шығып сахарадан баспасқа адам, боғада бүйтіп жүріп қашан адам. Бейхабар ғаламда хикматтан, тұтқындай қапастағы күні қаран. Болмайды кемшілсіз ешбір халық, бәрінен кейін қалған қазақ анық. Басқа жұрт біз секілді жалқау емес, ғылыммен қараңғыны етер жарық. Шығып жүр әр халықтың талаптысы, болмай ма талаптанған әл аққысы. Қазақта жазылмайтын бір ауру бар, келмейді мінін айтсан жаратқысы. Кеудесін мырза десең көтереді, бардаяқ құрт ауру жөтеледі. Осылай өлеңмен аяқтап, бұл челлендж болсын. Осылай қазақтың тұлғаларын өлеңдерін жаттап, міне келесі мен челленджді Дөшжанға берем. Дөшжан мені қолын береді, бір өлең жаттап осылай